Баршаңызға сәлем. Бүгін 2 сынып қазақ тілі 98-ші сабақ дара және күрделі зат есім. Егер видео ұнаса, соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Дара және күрделі зат есім. Біз бұл тақырыптан зат есімдерді салыстырамыз. Олардың дара немесе күрделі екенін ажыратуды үйренеміз. 59-шы жаттығу, кестедегі сөздерді оқы. Дара зат есім: би, күйші, адам, өнер, құс, қайық. Күрделі зат есім: кәсіпорын, бірқазан, үлгі-өнеге, теміржол, шекара. Кестедегі зат есімдерге қарап, қандай зат есім дара, қандай зат есім күрделі болатынын өзің айтып көр. Жасаған қорытындыңды төмендегі мәліметпен салыстыр. Дара зат есімдер бір ғана түбірден тұратын, қосымша немесе басқа сөздермен бірігіп жазылмайтын зат есімдер. Мысалы, би, күйші, адам, өнер, құс, қайық. Күрделі зат есімдер екі немесе одан да көп сөздің бірігуі, қосарлануы немесе тіркесуі арқылы жасалған зат есімдер. Мысалы, кәсіпорын, бірқазан, үлгі-өнеге, теміржол, шекара. Келесі бізге берілген ережеге тоқтала кетсек. Зат есім дара және күрделі болады. Дара зат есім бір сөзден тұрады. Мысалы, кітап, бесік, ән. Күрделі зат есім екі не одан да көп сөзден тұрады. Мысалы, тасбақа, ата-ана, кемпір-қосақ. Келесі 60-шы жаттығу, өлеңді түсініп оқы. Ірі менің сүйегім, ойсыл қара түйемін. Ұнатпаймын әлсізді, қара күшке иемін. Өлең не туралы? Қарамен жазылған зат есімнің дара, күрделі екенін ажырат. Өлеңде түйенің күштілігі мен төзімділігі туралы айтылған. Дара зат есім сүйегім, түйем, күш, ал күрделі зат есім ойсыл қара. Келесі 61-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына керекті сөзді қойып, өлеңді көшіріп жаз. Қой атасы шопан ата, жылқы атасы қамбар ата. Ешкі атасы шекшек ата, түйе атасы ойсыл қара. Сиыр иесі зеңгі баба. Өлеңнің күрделі зат есімдерді тап, төрт түлік туралы ертегі құрастырып көр. Күрделі зат есімдер ойсыл қара, шекшек ата, шопан ата, зеңгі баба және қамбар ата. Келесі 62-ші жаттығу, жаңылтпашты жатқа жаз. Түйелі ауылдан шұбат іштік, шұбаттың шипалығын ұға түстік. Келесі шығармашылық үзіліс, 63-ші жаттығу. Суреттердің көмегімен сөзжұмбақ құрастыр және оны шеш. Көлденеңінен қарт адам, яғни ақсақал. Екінші суретте бізде аққұтан берілген. Ал тігінен жазсақ, бірінші суретте тасбақа, екінші суретте асқабақ. Шешуіндегі сөздер күрделі зат есімдер болып саналады. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Егер де видео ұнаса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Егер де сұрақтар туындап түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийге жазып сұрай берсеңіздер болады. Мен міндетті түрде барлықтарыңызға жауап беретін боламын.